Одан кейін сол жерде қатысқан жігіттердің бірі Саудияға звондапты деді. Сарағаштық жігіт бар, сол жақта отырып елге фәтуа беріп, елдің құтын қашырып жатқан. Соған звондап, сіз кездессеңіз, Октам бауырымыз онша дайындалмай барыпты басқа деді. Мен дайындалмай барған адамды көрген жоқпын, себебі барлығы айтпақшы болған сөздердің барлығы бір дәптерде тұрған еді. Яғни ана жерден қараған, мына жерден қарағанда бәрін бір дәптерге жинап алып келген. Мен кітаптар көтеріп келдім, ол дәптер көтеріп келді және бір-екі кітапты көтеріп келді. Мен айтып жатқан сөздерім бәрін сол жерде кітапты ашып, кітаптан көрсетіп беріп отырдым, ол дәптерін ашып отырды. Енді бір дәптерге бәрін жинаған адам дайындалмай келген адам ғой. Дайындалмай келіпті, соған сіз кездесесіз бе десе, ол ұрсыпты. Одан кейін артынан фәтуа шығарыпты осы мәселеге қатысты. Фәтуасында ол кездесуді тыңдамаңдар, оны тыңдау харам, ол кездесу дұрыс емес, ол кездесу негізінде ол жерде Октам қателесті, білмеймін кіммен ақылдасқанын, ешкіммен ақылдасқан жоқ, солай өзі кездесті деді. Бұл негізі кездесу болмайды, бұл харам деген сөзді айтады. Ешқандай дәлел жоқ оның кездесу, ол болмайды, харам дегенге. Ал Октамға келетін болсақ, оның бірнеше жерде пікір таласуға болады ма деген кезде, иә болады, Құранда оған дәлел бар, көркем түрде пікір таласыңдар, көркем түрде таласыңдар деп айтқан деген оның өзінің ұстанымы бар. Өзінің ұстанымы бар. Және бағанағы имам Мәликке қатысты еді, келіп бір бидатшы, мен саған бір аят оқып берейін деген кезде, жоқ, бір аяттан маған оқыма деп айтқан деген деп шәкірт айтқан кезде, бұл ол кісінің жеке өзінің ұстанымы деді. Сөйтіп жауап береді. Яғни пікір таласуға болады деген ол ұстанымда, және сол ұстаныммен келді. Енді ол ешнәрсе білмейді, сонда әрбір мәселеде барып сол 966-ны теріп, Саудияның коды ғой, сол жақтан сұрау керек па әрбірісін? Оның аты шықпай тұрып, осы елдегі ең білімді азамат деген атқа ие болып жүрген еді. Тыңдауға болмайды, харам деп фәтуа шығарды, және бұндай кездесулер бидғатшылардың шубхаларын адамдардың арасында таратады депті. Бидғатшы деп жатқаны кім? Бидғатшы деп жатқаны, яғни сол жерде отырған әлгі Октам және сонымен пікір таласқан жігіт депті. Яғни мен айтып жатыр, менен басқа тағы біреу онымен кездескен болмаса. Солар бұл бидғатшылардың бидғатын таратады бұндай кездесу депті. Бидғатшы деп жатқаны мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының соған қарасты мешітте жұмыс істейтін, былайша айтқанда діни басқарманың мүшесімін. Діни басқарма бұл еліміздегі мұсылмандардың қара шаңырағы, яғни бұл елбасымызда барлығы қолдап отырған діни мекеме, діни ұйым. Бүкіл мұсылмандарды былайша айтқанда біріктіріп отырған ұйым. Сонда оның айтып жатқан, яғни муфтият бидғатшы деп жатыр. Муфтият бидғатшы деп еліміздің саясатына қарсы шығып жатыр. Ал біздің еліміздің негізгі мүддесі мұсылмандардың ауызбіршілігі және барлық мұсылмандардың осы өзіміздің діни басқарманың төңірегінде жиналу. Негізгі мүддесі. Және бұл нәрседе үлкен хайыр бар. Мұсылмандардың бөлінуінде ешқандай жақсылық, хайыр жоқ. Бидғатшы деп жатқан, яғни діни басқарма. Сөзінен осындай мағына шығып тұр. Діни басқарма бидғатшы деп жатыр. Яғни муфтият бидғат ақидан таратып жүрген мекеме дегенді ол айтып жатыр. Және одан кейін шубха деді. Шубха деген не ол? Оның айтып жатқаны, бұндай кездесулер шубха таратады деді. Шубха деген яғни күмән. Мен әлі кездесулерде олардың жасырып жүрген өздерінің ақидасын баяндап бердім. Мен ешқандай шубха айтқан жоқпын ол жерде. Кітаптарынан оқып бердім. Тағы бір-екі жерінде оқып берейін, ашық деген кезде жоқ, керек емес деді. Мен ешқандай шубха айтқан жоқпын, мен факт айтып жатырмын. Олар өзі де оқып берді, Шейх Усайминнің сөзін. Алла мен адамның арасында ұқсастық бар деген. Осы әхлі сүнненің ақидасы ма? Яғни Аллада да қол бар, адамда да қол бар, Аллада аяқ бар, адамда аяқ бар. Осы арасындағы ұқсастық, яғни бір-біріне толық ұқсамаса да азғантай ұқсастық бар деген. Мен шубха айттым ба сол жерде? Кітабын оқып бердім. Ибн Таймия Алла 6 жағынан шектеулі деп Баян Талбисил Жахмия кітабында айтады. Оны мен оқып бердім.
Алланың салмағынан аршы сықырлайды дейді. Кітабында жазулы тұр. Қандай шүбһә бұл? Олардың жасырып айта алмай жүрген ақидасын мен сол жерде көрсеттім оларға. Мен одан артық еш нәрсе істеген жоқпын. Ал шүбһә де, бірақ жауап бердім сол шүбһаларға. Сол кітапта ашып жоқ, бұл жерде жазылмаған екен деп көрсетіп берді ме? Көрсетіп бере алмайды. Неге? Себеп жазылып тұр. Бұлар ақиданы жеткізуде қазіргі кезде екі өте қу саясат ұстанып жатыр. Біріншісі бидғатшылардың ақидасы дейді. Бидғатшылардың ақидасы ол. Бағанағы тәуел бидғатшылардың ақидасы, тафуид бидғатшылардың ақидасы дейді. Бірақ бидғатшы деп жатқаны кім? Бидғатшы, ибн бидғатшы деген адам жоқ қой. Дұрыс па? Ондай адам жоқ. Ол белгілі адамдар бар. Сол адамдар сол ақиданы айтып жатыр. Ол сол ақиданы ақида соны айтып жатқан адамдарды бидғатшы деп жатыр. Ол адамдар кім? Ол адамдар ашып қарайтын болсақ, фиқл акбарда имам Абу Ханифа айтып жатыр. Бидғат деп олар бидғат санап жатқан нәрсесін. Имам Тахауи айтып жатыр, имам Байхақи айтып жатыр, имам Ибн Хиббан айтып жатыр, имам Абу Нуайм айтып жатыр, мухаддистерден. Имам Табари айтып жатыр. Сабағанағы Алланың аршыға көтерілуін мен қабылдаймын деп сол кездесуде айттым. Ол жердегі ол көтерілу, имам Табари айтып жатыр, ол бір нәрсенің үстіне орнығу, жайғасу мағынасындағы көтерілу емес деді. Улу ва мулкин ва султан деп. Ол үстемдік жүргізу, билігін жүргізу мағынасындағы деді. Яғни мысалы біз айтамыз ғой, патша таққа отырды дейміз. Бұның екі мағынасы бар. Бір мағынасы тікелей барып өзінің отыратын орындығына отырды деген мағынада, екінші мағынасы, яғни билігін жүргізді деген мағынада. Имам Табари сол мағынада деп жатыр. Бұны айтып жатқан имам Қуртуби, имам Науауи, имам Ибн Хаджар Асқалани. Олар бидғатшылардың ақидасы дейді. Бірақ сол ақиданы кім айтып жатқан ешқашан айтпайды. Егер солар аузы тілі барып соған имам Ибн Хиббан бидғатшы, имам Науауи бидғатшы, имам Ибн Хаджар бидғатшы, имам Байхақи бидғатшы, имам Табари бидғатшы деп жатса, адамдар айтатын еді, сен бүкіл әхлі сүннан имамдарын бидғатшы деп жатсың, сонда кім қалды деп адамда сұрақ туындайды, адам ойланады. Егер бұлар бидғатшы болса, онда кім бидғатшы емес деген адамда сұрақ пайда болады. Сол үшін де олар ешқашан атын айтпайды. Бидғатшылар деді. Сонымен адамдар түсінік болады, яғни түсінік пайда болады. Айдалада жүрген біреулер сол ақиданы айтып жатыр. Солар бидғатшылар. Өздері келеді де, кейін имам Ибн Хаджар былай деді, имам Науауи былай деді. Оларды айналып кете алмайды ешкім. Оларды ешкім айналып кете алмайды. Оларсыз Пайғамбар саллаллаху алейхи жететін тізбек жоқ. Олар, альхамдулилля, біздің ақидада. Біз айтып жатқан ақидада. Сол үшін де олар бидғатшылар дейді, бірақ бидғатшылардың кім екенін айтпайды. Және олар былай дейді деген кезде кітабынан сөз келтірмейді. Қайсысын көрдіңіз? Имам Матрудидің кітабын ашып, мысалы, Таухид кітабында міне былай дейді деп дәлел келтірген. Алла барлық жерде дейді деген кезде, немесе тағы да басқа сол сияқты сөздер айтқан кезде келтірмейді. Адамдарды алдайды. Және екінші саясаты өздерінің ақидасын да толық айтпайды, жасырады. Өздерінің ақидасын толық айтпайды, жасырады. Бағанағы сол жасырып жатқан тұстарын мен ашып бердім. Бір солардың осы Қазақстанда шейхтардың біреуін көрдіңіз бе? Ибн Таймия әлемнің бастауы жоқ деген сөзді айтады. Бұл сөзде қателесті ол деген бір сөзін естідіңіз бе? Естіген жоқсыз. Бірақ мен сол жерде соны айтып дәлелдеп бердім. Әлемнің бастауы жоқ дегенді айтатын. Бағанағы Шейх Усайминнің әлгі сөзін келтіретін бір адамды көрдіңіз бе солардан? Немесе бағанағы аршы босайды деген мәселеде. Аршы босайды деген бұл әхлі сүнна ақидасы ма? Әхлі сүнна ақидасы емес. Мен сол жерде кімге айттым, Октан бауырымызға, сендер Алла аршы босайды деп те айтасыңдар дедім. Ол айтты, мен айтпаймын деді. Мен өйтіп айтқан емеспін деді. Бірақ мен оның уағызын тыңдағанмын. Алдын басқа бір жігіттерге, мен тек қана сол Ділмұрат пен Назратулланы тыңдап кетіп, басқалардың барлығын сызып тастап жатқан кезде жаны ауырып, сендер сопы болып кетпеңдер, тек қана Ділмұрат Назратулла айтса болды ма деген тақырыпта сондай уағызы бар. Сәләфилерге насихат деп тұр. Сол жерде әхлі сүнна ақидада, кейде ақидада, әхлі сүннада бірнеше көзқарас бола береді дейді. Мысалы, Алла дүние аспанына түскен кезде аршы босайды ма, босамайды ма деген мәселеде әхлі сүннада босайды дегенде, босамайды дегенде көзқарас бар деп айтып тұр өзі. Әхлі сүннаның сөзі бар деп айтты. Мен соған сол айтып едім, мен ол айтпан деді кездесуде.
енді ойлады мен оны тыңдамаған деп. Сен осындай уағызыңды айтқансың деп мен ол сөзден қайттым деді. Іздеп көрдім, еш жерде қайттым деп ешкімге айтпаған. Бірақ солар енді жарайды. Аршы босайды деген әхлі сүннаның ақидасы емес екен. Бірақ Шейх Хусаймен әхлі сүннаның ақидасы деп жатыр. Солардың біреуін естідіңіз ба? Шейх Хусаймен осы жерде қателесті осы мәселеде деп қатесін баяндап берген. Баяндап бермейді, жасырады. Ибн Таймия рахмахуллах Баян Талбисир Жахмия кітабында Алла аршының үстіне орнықты, Алла қаласа масаның да қанатына орнығады дейді. Қаласа масаның қанатына орнығады дейді. Осы сөзін оқып берді ме біреу? Оқып берген жоқ. Жасырады ақидаларын. Толық айтамайды. Себебі егер айтатын болса, адамның табиғаты бұзылмаған адамның бұны қабылдамайды. Сол үшін де біріншіден бидғатшылар деген кезде олардың кім екенін айтпайды, және өздерінің ақидасын да толық айтпайды. Мен сол кездесуде сол сөздерін оқып бермекші болдым. Бір-екі жерін Алла нәсіп етіп оқыдық. Тағы бір жерлерін оқып берейін деген кезде керек емес деп бас тартты. Егер сол шубха болатын болса, онда кітабын ашсын да жоқ, бұл жерде жазылмаған десін. Немесе шубха десе жауап берсін шубхаға. Шубха деп жауап тастай салмастан. Бұл шубха таратады да жауап тастайды, артында еріп жүргендер жүрегінде мына жерінде мазалап тұр сол нәрсе. Бірақ бұл шубха дейді де кетіп қалады. Яғни ары қарай естігісі келмейді ақиқатты. Мен бір мынандай оқиға болғанда әзіл әңгіме ғой, сол есіме түседі. Бір күн бір атеист мешіттің жанынан өтіп бара жатыр екен деді. Мешіт жанынан өтіп бара жатыр, азанның дауысын естіген кезде басына ой келіпті. Осы ислам дұрыс-ау, осы ақиқат пінәу деп басына сондай ой келіп ойланып қапты да, артынан басын шайқап, жоқ, мені шайтан азғырып жатыр деп өтіп бара жатыр деді. Құдай жоқ, мені шайтан азғырып жатыр деп өтіп бара жатыр деді. Сол секілді ол сәл ойланған кезде, жоқ, ол шубха деді. Жүрегінен шығар деді, жауап тастай салады. Егер шынымен шубха болатын болса, кітабын ашсын да, соның олай емес екенін дәлелдеп берсін. Дәлелдей алмайды, себебі кітабында жазулы тұр. Яғни бұл жалпы кездесуден кейінгі жалпы тарау осылай болды.